Баршаңызға қайырлы құрметті оқырмандар, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Неге, если қыздарда депрессия болса, ол депрессияның шешімі бірақ зат саған күйеуге шығу керек дейді. Неге? И там и так проблематично. Спасибо, нет. Еще мынандай депрессиямен барып күйеуге шығып кетсең, вообще комбо бокс мастер болатын сияқты. Спасибо. Жігітпен өзің пайдаң үшін сөйлесуге бола ма, но он тебе не нравится дейді. Сөйлес, сосын біраз уақыттан кейін оны лақтырып кет. Лақтырып кеткеннен кейін өмір тұрады да саған бумеранг жібереді. Сен бір жігітке ғашық болып қалғанда ол сені лақтырып кетеді. Бұл сонымен 50-50 жаласыңдар бір-бірлеріңді. Ұлдар да жаңағыдай тиктоктан жаттап алған ғой. Типа, маған манипуляцияларың өтпейді, ред флаг болма деген сияқтандай. Бүгінде бір жігіт андай чувство долгыға баспай-ақ қойшы деп. Мен айттым, твою мать, мен психологпын. Мен қазір сені бар ғой, бейт әңгіме соғып, жыландығымды қоссам, жылатып кетемін деймін ғой, басыңды жарып албасты маған манипуляция дегенді айтпа деймін ғой. Қазір сондай деймін. Мен просто андай нервім шыдамайды да, ұлды ұрып жіберемін ғой бүйтіп. Сол анау күні біреу таяқ жақ қалды сөйтіп. Сен мені ұрдың дейді да, сасы бар заявление жаз деймін ғой. Тағы да басың жарып кетемін деп. Сондаймын да. Еще анау күнде бір ұл сен үйде жалғыз тұрасың ғой, давай мен ешқайда барғым келіп тұрған жоқ, үйіңде отыра салайық дейді да. Мен айтамын, нихуя себе, менің үйім шеше, сендер кәдімгідей бля ресторан ойнаңызсың деймін. Жалпы Үндістан медицинасына келетін болсақ, бұл жақта барлығы ашық түрде көрсетілген. Hello. Ал біздің Қазақстанда көрсетпек түгіл тамақ әкелуге келсең ұрсып қояды ғой енді. Қайда барасың, не болып жатыр? Ал бұл жақта барлығы откровенно, как положено. Химияңды алдың, көрсеттің, қасында болдың. Сол жағын кішкене қолға алсаңыздар, себебі енді Атыраудан келіп отырған, Ақтөбеден келіп отырған адамдар көп қой. Сізді бар көрсетпейді деп. Бүгін Зухраға айттым, енді сен бүгін водитель бол деп. Әйтпесем, каждый раз мен за рулем болып қаламын да, ештеңе сала алмай қаламын ғой. Ана дайындап жатыр, ана реттеп. Жастық келеді, әкелесіз ба деп. Тазалық. Жаңбыр жауып, құдайға шүкір тазалық алған отырды. Не деп жатсың? Айта берсей. Ойбай. Мен айтамын да, ботаның беті тфай-тфай андай, ана томпақ дейді да, бетімді сүйіп толсам дейді да, мен айтамын, сен бетің андай жастықтың томпақтығы деймін да, әдемі. Юная, да, еще? 22 жас болып тұрмын ба деді. Подругам 36 жас қате болды да осы жерші. Әпше дей бересің ғой маған. Әпше или ханым деп айт. Танымасаң ханым де, танысаң жаным де. Машинамның ішіне шлем тастап кеткен ғой, соны алайын деп қазір кешкіге ішейін деп жатқам ғой. Біздің Алма-Ситида қараңыздар, жаңбыр жауса андай болып кетеді. Мына жақта су ағар жоқ па, бірдеңке білмеймін не екеніші. Жердің барлығы су, аяғымның бәрі су болды. Ужас болып жатырмын. Ойбай, тастап кеткен ғой машинаға. Алам деп тұр жаңа. Оф, невозможно әйтпен жүру деген. Дұрыс жасалмаған ба? Фиг его знает, короче. Прямой эфир, точнее прямая трансляция с места события. Бүгін бізде балдарда футбол. Мына жақта Жандос. Ой, маған еще мынандай. Ой. Маған сондай момент беріліпті десе, видео түсіріп жатқанда мына жерде жігітім ол ауырып қалды. Мына жақта біздікілер уже более-менее ана жолы прям жаман ұтылып еді ғой. Осы жолы кішкене счеттары плюс-минус енді нормальный болып жатыр да. Бізде неғысы шығармашылықпен айналысамыз. Құр жүрген жоқпыз. Жалындырып қоям ғой мен де. Жалындырып қоям ғой. Киноға түсші деп жалындырам ғой. Жаңа бір-бірімізді үстімізге шығып бота ғой, ойбай тренд болып жатыр екен, ойбай түсейік деп мына қыз мені түсіргізген сол видеоны. Сонымен қатты қорқып мен деген қол аяғым дірілдеп, ана капотты бет ұстап тұрмын ғой, машинаның капотын. Анау жабылып кетіп, ботаның басы езіліп кетіп, тағы бір нәрсе болып қап, мен кінәлі болып қалам ба деп, ойбай қорқам деп сонша шошып, сонымен әйтеуір зорға дегенде түсірген видеомыз болған енді. Сол негізі опасный тренд екен, шынымды айтсам, желательно қайталамау керек бұны, вообще қайталауға запрет қою керек сияқты. Это страшновато чуть-чуть, енді рисковать етпесеңіздер. Бізде кім ботаны түсіретін мобил бір қыз бар, сол қыз капотты ұстап тұрды кішкене.
Шерхан, как вам игра? Не болды мынау, Жәнібек? В общем, футбол ойнаймыз деп жүрген үшеуміз. Поля, біз аяқ суға жүрік. Шомылуға келдік Арал теңізіне, Жүнісовадағы. Мына қараңыздар. Жаңбырдан Алматының домдары қандай болып жатыр. Ужас достар. Мынау деген сұмдық енді. Так, футболдан шықтық, бәріміз өз жердеміз. Дене айта сағам. Кафеге барайық, біз бір жағын салып. Біздің ет албат, кірпеде салдыңыз. Ал футболдан шықтық. Жігіттер, айтыңдар. Гала, бұны футболистер біздің. Ассалаумағалейкум. Қыздар, сон. Мына абылай телефонмен бірге ойнайды ғой. Бұл телефонмен бірге толған. Телефонмен бірге өмір сүреді. Телефонмен бірге футбол ойнайды. И ондай болдың абылай. ұйқыға дайындалатын момент келді. И Dream Solution'ның маскасын тағып алдым. Мама айтады, дәл сен оянғанда бетің Микки Маус болып тұрмасын деп. Фототипті. Қара нан бар ғой, мына цветі. Сонда тоже мақана нан. Бөлсек бола ма сіздерді? Бөліңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңізде. Абылайхан, сіз болашақта қандай әке боласыз? Болашақта әрине жақсы әке боламын. Сол үшін жұмыс істеп, ақша жинап, үй соғып. Жоқ, баланың тәрбиесіне араласасыз ба? Тәрбиеге араласам әрине. Енді көбісі шешесі араласа, өзіміз сияқты әкең келатыр деген кезде құрметпен күтіп алса болды ғой үйде. Соған кететін ешнәрсе жоқ. Ал бірге сабағын оқу, Мүмкіндік болса оқытамын. Қолымнан келгенше балаларым жәнде болуға тырысамын. Жоқ десе де, мен айтайын, біздің жастағылар жақсы көрінеді, жас көрінеді. Себебі біздің бала кездегі, студенттік кездегі ойындар болсын, барлығы жұмысымыз болсын, спортпен, физикалық белсенділікпен тығыз байланысты болды. Және егер сен әдемі дене бітімін қаласаң, сен жүгіресің, спорт залға барасың, еңбектенесің. Ал қазіргі жастарда маған бір сиқырлы пилюля бер, маған дәрі бер, соны ішемін, ештеңе істемеймін, арықтаймын, жатамын, сонымен әдемі боламын деп шешетті. Өкінішті. Бағана енді шынымен де жаттығуда болған кезде үлкен кісілер, кәдімгі 60-та, 50-ден асқандар өз-өздерін күтіп, жастықтарымызды жоғалтпайықшы, қалыпқа келейікші деп жүрді. Алматыда бүгін жаңбыр екен, бұлттанып, қатты салқын емес, негіз былай болады, енді нормально енді. Кешегісі Амелияд маған розовый, ырзовый көйлегін, әдемі көйлек негіз бар ғой. Дұрыстап көстамай тұрмын, сыртында осындай жемпірмен бірге алып алып едім ғой. На всякий деп, Бика екеуміз жүріп, жарты сағат бұрын эфирде шығып алдық далаға. Күтіп жүр жаңа, Хадиша келтіреді.